Бірінші модуль ChatGPT Edu'мен танысу. ChatGPT Edu дегеніміз не? Және ол ChatGPT'ден қалай ерекшеленеді? ChatGPT Edu бұл OpenAI әзірлеген ChatGPT'дің білім беру саласына арналған нұсқасы. Ол білім беру ұйымдарында жасанды интеллектіні енгізуге және жауапты түрде пайдалануға бағытталған. Бұл шешім білім беру ұйымдары үшін қолжетімді және 2026 жылдың қаңтарындағы жағдай бойынша ChatGPT 5.2 моделімен жабдықталып, терең талдау жасауға, ақпаратты синтездеуге және күрделі тапсырмаларды шешуге арналған тиімді құрал болып табылады. ChatGPT 5.2 есептер, келісімшарттар, ғылыми мақалалар, транскриптер және көп файлды жобалар сияқты үлкен құжаттармен жұмыс істеуге оңтайландырылған. ChatGPT 5.2-ның Thinking ойланатын нұсқасы бейнелердегі объектілердің орналасуын дәлірек түсінеді. Бұл элементтердің өзара әрекеттесуін немесе олардың орналасуы шешімге қалай әсер ететінін анықтауды қажет ететін мәселелерде пайдалы. Мұндай тапсырмалардың мысалдары суреттегі объектілерді тану, диаграммалар мен карталарды талдау. ChatGPT Edu сонымен қатар жеке боттарыңызды GPT жасауға және командалық кеңістіктерде топтық жұмыс жасауға арналған құралдарды қамтиды. ChatGPT-дің білім саласына арналған нұсқасында құпиялылық пен қауіпсіздікке көбірек көңіл бөлінеді. Деректер қорғалған және толығымен пайдаланушыларға тиесілі. Және негізгі баптауларға сәйкес модельді одан әрі оқыту үшін пайдаланылмайды. Сонымен қатар, білім беру ұйымдары үшін қолжетімділікті басқаруға арналған әкімшілік панельдер бар. Мысалы, корпоративтік аккаунт арқылы кіру, құқықтарды шектеу және басқа да функциялар, және пайдаланудың шектеулерін арттыру мүмкіндігі қарастырылған. ChatGPT Edu осылайша педагогтер мен білім алушыларға оқу міндеттеріне бейімделген қауіпсіз және функционалды жасанды интеллект құралын ұсынады. Көптеген педагогтер әдеттегі ChatGPT бағдарламасын сабаққа дайындалу немесе идеялар іздеу үшін жеке көмекші ретінде пайдаланады. Бірақ стандартты ChatGPT бұл жеке қолдануға арналған құрал. Оның ортақ басқару функционалы жоқ және бүкіл білім беру ұйымы ауқымында жұмыс істеуге арналмаған. ChatGPT Edu білім беру ұйымдары үшін арнайы жасалған. Оған қолжетімділікті білім беру ұйымы ұсынады. Пайдаланушылар ортақ кеңістіктерде жұмыс істей алады. Жобаларды басқара алады және оқу міндеттеріне арналған жасанды интеллект көмекшілерін жасай алады. Өз кезегінде педагогтердің деректері өздерінде қалады және модельді оқыту үшін пайдаланылмайды. Қарапайым тілмен айтқанда, ChatGPT Edu бұл тек жеке жасанды интеллект чаты емес, білім беру саласында бірлесіп жұмыс істеуге арналған қауіпсіз құрал.